Қайырлы күн, әріптестер. Бүгін тағы да сіздермен 8-ші сыныптың жаһандық құзыреттіліктер курсы бойынша табиғатқа деген сүйіспеншілік деген тақырыбы төңірегінде дайындалған презентациядағы ақпараттармен бөліспекшімін. Лайк басып, комментарий жазып, каналды қолдап, каналға жазылып, өзге де әріптестеріңізге тарата отырыңыз. Бір керегіңізге жарасын. Сабақтың мақсаты табиғатқа деген сүйіспеншілікті арттыру, экологиялық сана қалыптастыру, табиғатты қорғауға жауапкершілікпен қарау. Келесі. Ой шақыру сұрақтары. Сен табиғаттан нені жақсы көресің? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Табиғатты не үшін қорғау керек? Осы екі сұрақты сыныптағы оқушыларға қоясыз да, бір қыздан сұрағаныңыз дұрыс. Оқушылардың пікірлерін тыңдап, оқушылардың ойынын жинақтап, назарын сабаққа аударасыз. Одан кейін оқушылардың пікірін танып отырып, кері байланыс беріп отырғызасыз да, көңіл күйді балалар құстардың дыбыстары арқылы тыныштандырайық дейсіз де, осы релаксия минуты кезінде осы бір таңғажайып құстардың дауысы бойынша дайындалған бейне жазбаны оқушыларға тамашалатасыз. Мінекей балалар, өздерің тыңдадыңдар. Жерде тек қана біздер адам баласы ғана тіршілік етпейді екенбіз. Бұнда аңдар да, құстар да, өсімдіктер де, жан-жануарлар да, жалпы тіршілік иесінің бәрі өмір сүреді екен. Жалпы адам баласы шаршаған кезде осындай орман тоғайларға, немесе ауладағы өсіп тұрған ағаш талдардың саясына барып серуендесе, адамның шаршағаны басылып, адам сергіп, көңіл күйі көтеріліп қалады екен. Міне сондықтан да біз табиғатқа зиян келтірмей, табиғатта жер бетінде тіршілік жасайтын өзге де табиғат иелерімен баланста, яғни тепе-теңдікті сақтап өмір сүруіміз керек екен. Дейсіз де, одан кейін кіріспені өзіңіз оқисыз. Табиғат адамзат өмірінің бастауы. Ауа, су, жер, өсімдік, жануар бәрі табиғаттың бізге берген аманаты. Табиғатты сүю, өз болашағыңа қамқор болу. Адам табиғаттың бір бөлігі, оны сақтау біздің борышымыз. Табиғатты сүйе білген адам өмірді сүйеді. Табиғаттың ластануы өзімізге зиян келтірумен тең. Суға, ауаға, ағашқа, жануарларға құрметпен қарау шынайы мәдениеттің белгісі екен. Енді балалар дейсіз де, балалардың назарын тағы бір мәрте өзіңізге сабаққа аударып аласыз да. Міне балалар, өздерің білесіңдер, елімізде көптеген халыққа қызмет жасап жүрген, ерікті түрде халықтың балтасын алып жүрген тұлға, қазіргі тілмен айтқанда тұлға аталарымыздың, ағайларымыздың, апайларымыздың барлығы бізді қуантады. Сондай халыққа қызмет жасап жүрген патриот, белсенді, ерікті түрде халықтың көзінің ашық, жүрегінің, көкірегінің ояу
болуына түрткі болып жүрген ағаларымыздың бірі Ахметбек Нұрсила ағамыздың журналистерге берген сұхбаттар барысында жер ана жөнінде адамға ой тастайтын сұхбатына бойынша дайындалған мына бір бейнебаянды көрейік дейсіз. Бұл бейнебаянға мен былайша ат қойдым, яғни осы Ахметбек Нұрсила ағамыздың жауап берген жауаптарының ішінен осы тақырыпты таңдап алдым. Адамдар жер ананың түбіне жетуге дайын қалды. Міне енді осы бейне жазбаны көріп тамашалайық дейсіз де қосасыз. Міне мен де қосып қояйын. Болашағы бар деп ойлайсыз ба? Өте күрделі сұрақ. Жалпы адамзаттың болашағы өте қазір тығырыққа тіреліп тұр. Мен өзім бір 20-30 жылдай шығар ғылыми каналдарды қараймын. Және ғылыми адамзаттың жаратылысынан бастап соны оқуға маған қызық. Ең басында тіршілік қалай пайда болды, онан кейін қосмекенділер, сүтқоректілер қалай пайда болды, онан кейін динозаврлар деген сияқты сол жайлы мен жүздеген, мыңдаған кітаптарды оқып, ғылыми хабарларды өте көп көремін. Сондықтан маған бұл таңсық емес. Жер бетінде осыдан 10-ақ мың жыл бұрын 5-ақ миллион халық тұрған. Жерде тіршілік пайда болғанына 3-7 миллиард жыл болды. Адамзаттың, мысалы, адамзат ретінде бөлініп шыққанына 300 мың жыл болды. 10-ақ мың жыл бұрын кеше ғана 5-ақ миллион халық бүкіл жер бетінде жүрген. 1700 жылы 1 миллиардқа жетті. 5 миллион халық. 1 миллиардқа жетті де, ол басқа жан иелерін құрта бастады. Түр ретінде адамдар. Өйткені мына миы дамып кетті. Баспармақ пайда болды, тілдің астында сүйек пайда болды, тілмен сөйлесе бастады. Ол бүкіл жер бетіндегі тіршілік иесінің патшасы болып алды. Ал бір кездерде әлсіз болатын. 300 мың жыл бұрын, өйткені адам арыстаннан, түлкіден, қасқырдан, қоянды қуып жете алмайды, мысалы жүгірсе. Тісі жыртқыштық күші жоқ деген сияқты да. Бірақ сол миының арқасында қару-жарақ пайда болды. Содан кейін арғарай темір пайда болды 5000 жыл бұрын. Сол темірдің күшімен садақ, пышақ, онымен артынан от қару пайда болды да басқа жан-жануарды құртты. Енді 80%-ға жуық қазір құсты да, теңіздегі балықты да, жорғалаған аңды да, екі аяқты хайуандар құртты. 1800 жылы 2 миллиардтан асты, қазір 8 миллиард. Енді бір 15 жылдан кейін осы қалыптастырғанға 4 планета керек. Жердің ресурсы шексіз емес қой. Халықтың саны көбейіп бара жатыр, және былай қарасаң жер бетіндегі ешбір адамнан басқа жануар жерге титтейді зиян тигізбейді. Кез келген, мысалы, ол жыртқышаң болсын, қоңыраң болсын, құс болсын, ол мысалы қоңыраң шөп жейтін аң, ол шөп жейді, одан кейін кәртегеннен кейін өледі, болмаса біреуге жем болады, жерге тыңайтқыш болады, жердің астына түседі, тыңайтқыш болады, одан шөп шығады, оны шөпті басқа аң жейді. Жыртқыштар да ана аңды жейді, қоңыраңды жейді, ол да өледі, тыңайтқышқа айналады. Піл болсын, тышқан болсын, қасқыр болсын, шошқа болсын, жерге бір зәреде зияны жоқ. Жерге зиян тигізіп жатқан екі аяқты жалмауыздар ғана. Өйткені жердің қазып, жердің астында бір қара балшық мұнайдан неше түрлі заттар жасап шығарды, темірден неше түрлі техника ойлап шығарды, сол арқылы ауаны былғады, озон қабығы келмейді, шер суды былғады, ішетін су да жоқ, жейтін тамақ та. Қысқасы жер ананың түбіне жетуге дайын қалды. Енді сіз Міне осылайша осы бейнебаянды оқушыларға тыңдатып аласыз ба? Мінекей балалар жаңа ғана басында айттық, ағамыз айтып жатыр. Жерде тек қана адамдар ғана емес екен, аң да, құс та, жануарлар да тіршілік, осы біз сияқты тіршілік иелерінің бәрі тіршілік жасайды екен.
жалпы олардың бізден басқа, яғни адамзат баласынан басқа жаңағы тіршілік иелерінің ешқайсының жерге зияны жоқ екен. Біздің хайуаннан айырмашылығымыз мақұлықтардан санамызда екен. Санамыз бола тұра біз өзіміз тіршілік етіп жатқан планетамыз жерге керемет, жаңа ағамыздың сөзінен де тыңдадыңдар, зиян келтіріп жатыр екенбіз. Бүйте беретін болса, жер ана күңіреніп, табиғи түрлі апаттар болуы мүмкін. Сондықтан да табиғатқа сүйіспеншілікпен қарау біздің әрқайсымыздың міндетіміз екен. Қандай жаңалықты ашсақ та, ол табиғатқа зиянын тигізбейтіндей болу керек екен. Міне біз осыны ескеруіміз керек деп қоясыз да. Табиғатқа қамқорлық белгілері, бір оқушыға оқып жіберіңіз. Табиғатқа қамқорлық белгілері: ағаш отырғызу, келешекке мұра қалдыру, қоқысты сұрыптау, қоршаған ортаны ластамаудың тәсілі, табиғи ресурстарды үнемдеу, жердің тынысын сақтау. Яғни мына жерде енді біріншіден ағаш отырғызу. Осыған байланысты қандай мақал білесіңіздер деп балалардан сұрап жіберіңіз. Білетін шығар балалар. Артында бір тал немесе бір тал кессең, 10 тал ектеп, өздері төменгі сыныптарда оқыған білімдері бойынша естеріне түсіруге мүмкін бірнеше мақалды. Одан кейін қоқысты сұрыптауға. Қазір бұл бүгінгі таңдағы еліміздегі өзекті мәселелердің бірі. Өндірісте осы қоқыстарды қайта өңдеп, жер анамызды қоқыстан тазартып, әрбір тіршілік иесіне дұрыс тыныс алуына жағдай жасау басты мәселе болып отыр екен, осыны айтасыз. Қосымша, одан кейін табиғи ресурстарды үнемдеу. Өздерің білесіңдер балалар, қазір неге кәсіппен айналыс деп жатыр? Жердің байлығы жаңа бейнебаяннан естігендеріңдей, өздеріңде осы уақытқа дейін естіп жүрсіңдер, шексіз емес. Табиғи қор таусылады. Сондықтан мінекей қазір естіп жүрсіңдер, мұнай қоры да азайып барады жер бетінде. Тұщы су да азайып барады. Сондықтан жасанды жасыл ел энергиясын жасыл табиғат деп, жасыл адам деп бәрін жасылдандыру, жаңарту, жаңғырту аясында түрлі жобалар атқарып жатыр. Яғни біз энергияны өзен сулардан алып жатсақ, ол өзен суларымызда тартылып жатыр. Сондықтан қазір күн энергиясына, жел энергиясына, қоқыстарды қайта өңдеп, түрлі өңделген түрде басқа қолданыс заттары шығып жатыр. Бір осындай өзекті мәселелерге көңіл бөлуіміз керек деп қосымша ақпаратпен толықтырып қоясыз да, жұптық тапсырма бересіз. Табиғатты сақтаудың 3 жолы. Әр жұп 3 жолдан тұратын ұсыныс жазу керек. Сосын кейін ішінде оқиды, қай жұптың ұсынысы өтімді болды, сол бойынша бәріне кері байланыс беріп шығасыз. Одан кейін әрі қарай жағдаяттық тапсырманы орындатасыз. Жағдаяттық тапсырма. Сыныптан кейін сен достарыңмен бірге демалуға орманға бардың. Бір топ адам ағашты кесіп, от жағып, қоқыс тастап жатыр. Достарың үндемей қарап тұр. Сен не істер едің? Бұның да төменгі жағында 2 сұрақ тұр, тапсырма деп. Өз шешіміңді жаз немесе айтып бер. Бір қыздан сұраңыз. Қысқаша түсінігін айтып береді. Бірінші сұраққа өз шешіміңді жаз немесе айтып бер деген сұрақ бойынша бұл әрекеттің табиғатқа деген қандай көзқарасты білдіреді. Міне осылайша қысқаша ойларын тыңдап аласыз оқушылардың. Одан кейін рахмет айтып орнына отырғызып, ал балалар бағанадан табиғатқа деген сүйіспеншілік тақырыбы аясында өзіміздің бұрыннан бар білімімізді тағы да дамытып, толықтырып,
біраз ақпараттармен таныстық. Енді әні міне дегенше сабақтың соңына да келіп қалыппыз, яғни сабақты бекітетін бөлімге де келдік. Бұл сабақты бекіту бөлімінде сендер балалар ашық тест арқылы білімдеріңді сынайсыңдар. Ашық тест деп отырғанымыз міне сұрақтар беріліп тұр, 10 сұрақ. Ол сұрақтарды көшірудің қажеті жоқ дейсіз. Нөмір 1-ден бастап 10-ға дейін реттік нөмірін жазады да, оқып отырып, бірден балалар жауабын жазады. Тірі табиғат, оның жауабын жазады. Екінші, адам табиғатқа қалай әсер етеді? Үшінші сұрақ, табиғатқа зиян келтіретін іс. Табиғатты қорғау неліктен маңызды? Бесінші сұрақ, өсімдіктердің маңызы неде? Алтыншы, Қазақстандағы ең ірі көл. Жетінші сұрақ, қандай жануар қызыл кітапқа енген? Сегізінші сұрақ, экология сөзі нені білдіреді? Тоғызыншы сұрақ, таза ауа қайда көп болады? 10-шы сұрақ, табиғатты қорғау кімнің міндеті? Белгілі бір таймер арқылы уақыт бересіз, одан кейін уақыт біткеннен кейін өздеріне тексертесіз. Яғни сіз тақтадан, интерактивті панельден немесе интерактивті тақтадан тест жауаптарын көрсетесіз де, оқушылардың өзінің жазған жауаптарын осы дұрыс жауаптармен салыстыруын сұрайсыз. Мінекей, бірінші сұрақтың жауабы ағаш, екінші сұрақтың жауабы қорғайды немесе ластайды. Үшінші сұрақ, табиғатқа зиян келтіретін іс. Қоқысты тастау. Төртінші сұрақ, табиғатты қорғау неліктен маңызды? Болашақ ұрпақ үшін. Бесінші сұрақ, өсімдіктердің маңызы неде? Ауаны тазартады, көлеңке береді, қорек көзі. Алтыншы сұрақтың жауабы, Қазақстандағы ең ірі көл, Балқаш. Қазір бұл да тартылып бара жатыр, деңгейінен азайып, бұл да біздің су жөніндегі ғалымдарымызды, еліміздегі билік басындағыларды алаңдатып отырған мәселелердің бірі деп қоясыз. Жетінші, қандай жануар қызыл кітапқа енген? Қар барысы. Сегізінші сұрақ, экология сөзі нені білдіреді? Табиғат пен адамның байланысын. Тоғызыншы, таза ауа қайда көп болады? Орманда. 10-шы сұрақ, табиғатты қорғау кімнің міндеті? Баршамыздың. Яғни осы 10 сұрақтың әрқайсысы бір ұпаймен есептеледі. Кәне кімде 10 ұпай, 9-8 деп айтасыз, 9-10 ұпай болса, ол өте жақсы түсінген, өте жақсы білімі бар, білімін толықтыра білген деген бағаны білдіреді деп қоясыз ұпайды. 8-7 болса, ол жақсы, 6-5 болса өте жақсы, 4-ке дейін болса әлі де білімін орташа, 3-4, 1-2 болса білімін толықтыру қажет етеді деген ұпайды білдіреді, мағынаны білдіреді деп балаларға кері байланыс бересіз. Одан кейін міне сабақты қорытындылайтын мезгілге де келіп жеттік дейсіз. Қорытынды және рефлексия. Бұл 5 минут екеуі бірдей. Баскетбол әдісімен топты кез келген 3-4 оқушыға лақтырасыз. Мен табиғатты жақсы көремін. Өйткені бір оқушыға лақтырған сайын осы цитатаны оқып отырасыз. Мен табиғатты жақсы көремін. Өйткені сіз оқисыз да допты атын атап лақтырасыз, ол бала қағып алады, өзінің жауабын айтады. Келесі, мен табиғатты жақсы көремін деп. Келесі оқушыға лақтырасыз. Өстіп, рефлексия минутымен сабақты қорытындылап аласыз да, алған білімдеріңді балалар өмірде есімізден шығармай, күнделікті өмірімізде қолданып жүрейік. Жер ана біздің өмір сүріп жатқан планетамыздың бірі. Сондықтан оны біз қорғауымыз керек.
Назарларыңа рахмет. Келесі сабаққа бара қойыңдар деп шығарып саласыз. Сізге де рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, каналды қолдап, каналға тіркеліп, өзге де әріптестеріңізге тарата отырыңыз. Келесі кездескенше бір керегіңізге жарасын.